Баршаңызға сәлем. Есімім Мақұлбек Шыңғыс. Қазақстан тарихының 7-ші апталығы. Қазақ халқының мәдениеті және де халық ауыз әдебиеті. Қазақ халқының ерте заманда жасаған мәдени мұраларының бірі халық ауыз әдебиеті болып табылады. Ерте заманда жазу, сызу өнері болмаған кездердің өзінде-ақ ата-бабаларымыз тұрмыстық жағдайлар туралы, батырлар туралы, отбасы туралы, қоғамдық өмір туралы неше түрлі мақал-мәтел, ертегі әңгіме, өлең жырлар жазып, осының барлығын ұрпақтан ұрпаққа тарата берген, осының барлығы халық ауыз әдебиеті болып табылады. Сондықтан да бұларды халықтың ауыздан шығарған көркем әдебиеті деп санасақ болады. Халық ауыз әдебиеті әр салада дамыған. Тұрмыс, салт, тіршілік туралы жырлардан бастап батырлар туралы эпостық жырларға дейін де тарай берген. Халық ауыз әдебиетіне біз мақал-мәтелдерді, ертегі әңгімелерді, лиро, эпостық жырларды және де айтыс өлеңдерін келтірсек болады. Жыраулар мұрасын туралы айта кетсек, жыраулар поэзия қазіргі Қазақстан жерінің қоныстанған жеке тайпалар туғызған бай рухани қоғам, бай рухани қазынадан нәр алды. Ежелгі дәстүрлер дамыту, жаңа мазмұн қалыптастыру нәтижесінде кемелденді. Қоғам, дін, этика, адамгершілік, қарыз бен парыз, ерлік пен ездік, байлық пен кедейлік, дүние мен дүние жайлы сан сапалы ойлар тоғысқан философиялық туындылар жыраулық поэзияның терең дүниетанымдық сипатын аңғартады. Мысалы, Қазтуғанның айта кетсек, Қазтуған 15-ші ғасырда өмір сүрген. Сол кездері Қазтуғанның біздің дәуірімізге жеткен жырлары табиғат аясындағы көшпенділік, болмыс тіршілік, өзін қоршаған орта туралы түсінігін бейнелейді. Жыраулық поэзияның дамып өркендеуіне Доспамбет пен Шалкиіздің шығармалары айрықша әсер етті. Жиембет жырау мен Марғасқа жыраудың өмір жолы Есім хан тұсындағы тарихи оқиғаларға тікелей қатысты болған екен. Сондықтан да жыраулардың және олардың жырларының Қазақстан тарихының барлық кезеңдеріне өзінің әсерін тигізген. Бұлар біз үшін бағалы туындылар болып есептеледі. Қазақтың баспанасы киіз үй болған. Яғни түсінгендеріңіздей, қазіргі айтатын нәрсем ол киіз үй туралы. Киіз үй дейтін ол көшпелі халықтардың қысы жазы отыратын баспанасы болған. Ол тез жығып, түйеге артып кеткеннен өте ыңғайлы болған, және де оны шапшаң құруға болады. Көшіп қонуға лайықтап жасалған десек болады, мысалы бір сөзбен. Киіз үй біздің заманымыздың 7-ші ғасырында кеңінен пайдаланды. Яғни біздің ата-бабаларымыз түп тамырынан көшпелі халық болып есептеледі. Сол кездерден бастап қазақ халқы киіз үй жасап, орнатып жүрген екен. Тіптен сол кездерде киіз басу бір кәсіптердің түріне айналған екен. Киіз үйдің тағы да бір ыңғайлы қолайлы жері ол жазда салқын болады, ауа кіріп тұрады, таза ауа. Ал қыста керісінше өте жылы сақтап тұрады екен. Соның арқасында киіз үй қазақтар арасында, тек қана қазақтар емес, көшпелі халықтардың өздерімен де кеңінен тараған екен. Киіз үйдің сүйегі дегеніміз ол кереге, сықырлауық, уық және де шаңырақ болып есептеледі. Кереге дейтін ол киіз үйдің шеңбер қабырғасын құрайды. Ал уық дейтін шаңырақ пен керегені байланыстыратын бөлшек. Шаңырақ өз басында киіз үйдің күмбесін құрайтын ең жоғарғы бөлшек. Яғни барлық осы киіз үй сынап тұрған кезде ең үстінде, ортасында осыны шаңырақ тұрады, домалақ болып. Сықырлауық, жарма есік. Яғни есік десек болады, бірақ оның аты сықырлауық болған. Кереге шеңберіне басқару арқылы тартылып, кереге баумен байланады.
Тағы да бір ерекше қастерлердің бөлшегі ол босаға. Босаға өте қасиетті нәрсе болып, зат болып табылады қазақ тарихында. Тіпті оған дейтін ырым тиымдарымыз бар. Мысалы, босағаны баспа дейді. Қазірде кеңінен пайдаланады ол сөздер. Және осының барлығы өзінің біздің үлкен арғы тарихымыздан бастау алады екен. Киіз үйдің сыртқы әбзелдеріне торлық, үзік, түндік сияқты заттар кіреді. Олар күн сәулесімен тамшы өткізбейтін жылу сақтау қызметін атқарады екен. Қазақтың тиымдары мен ырымдары. Ырым дейтін халықтың наным-сенімдері мен өмірлік тәжірибелеріне негізделген белгілі бір іс-әрекеттердің болашақтағы оқиғаларға әсер ететіндігіне сенетін ұғым. Қазақ халқы ырым арқылы жақсылық тілеу, болашаққа сенім арту және де жамандықтан сақтану әрекеттерін жасаған екен. Ал тыйым болса, ол адамдарға қоғамның моральдық, этикалық және әлеуметтік нормаларын бұзбауға, өмірдегі кейбір теріс қылықтардан сақтануға бағытталған қағидалар болып есептеледі. Мысалы, біз мысал ретінде шашу келтірсек болады, ол ырым болып саналады. Яғни мысалы, белгілі бір отбасы қоныстанған кезде оның үйіне келіп шашу шашып кетеді. Жақсы болсын, берекелі болсын, бақыт болсын осы үйде деген ырыммен. Тұсаукесерде сондай. Бала бір жасқа толған кезде оның тұсауын кеседі. Жолы ашық болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын деп. Екі қолды артқа ұстап жүрмеу, ол тыйым болып салынады. Яғни оны кішкентай балалар немесе басқа да үлкен кісілер екі қолын артқа ұстап жүрсе, оған бір айтатын, екі қолыңды артқа ұстап жүрме деп. Бас киімді жерге тастамау. Қазақ халқы бас киімді, яғни бірінші бастау тақиялардан басталады. Қазіргі кезге шейін тақия кие береді. Немесе жай ғана шапка дейді ғой, қыста киетін, кепка дейді. Оның барлығы қазір бас киім болып саналады. Және де оларды жерге тастама деп ешқашан. Себебі олар аса құнды нәрсе болып табылады, бас киім дейтін. Сол үшін оларды жерге тастамайтын. Бұл тыйым. Бос бесікті тербетпеу, ол да тыйым болып салынады. Себебі бос бесік тербету өзінің сәбиінен айырылған ананы еске салатын нәрсе екен. Сондықтан кішкентай балалар ойнап, әшейін бос бесік тербетіп жатқан кезде оларға бірден тыйым салатын, бұлай істеме деп. Осының барлығы ырым, тыйым болып есептеледі. Тазаларыңызға рахмет.